15 оқырман болыпты, немесе көрермен. маған тіркеліп менің видеоларымды көріп жүргендеріңізге көп рахмет. Және менің 2 видеом бар, солар 1200-ден астам қаралым жинапты. Мен өте қатты қуаныштымын. Алдындағы видеода маған бірнеше сұрақтар келген болатын. Бүгін зорға жауап бергім келіп отыр. Бірінші сұрақты қойған бұл Мерейлім деген қыз екен. Мерейлім деген әрқашан менің видеоларымда астында белсенді болып отырады. Кейбір видеолардың астында 3-4 пікірден қалдырған өте белсенді көрерменім. Мерейлім, мен саған сәлем жолдаймын. Және белсенділік үшін өте көп рахмет. Сенің сұрақтарыңа жауап беретін болсам, 9 түрлі сұрақ қойыпты. Бірінші, есімің кім дейді. Менің есімім Айсем. Неше есің? Нешінші сынып оқисың? Өздеріңіз мені қай жылғы деп ойлайсыздар? Нешінші сынып оқиды деп ойлайсыздар? Төменге жаза кетіңіздер. Мен алдағы видеоларда сіздерге айтатын боламын нешеде екенімді. Бірінші сұрақ, хоббиің қандай? Көбінесе немен айналысасың дейді. Менің хоббиім негізінде үй жаттығуларын жасау. Және инстаграмдағы стористе әртүрлі видеоларды монтаждап салу. Жаңағы спортқа келетін болсақ, үй жаттығуларын жасағанда енді әртүрлі үй жаттығуларын жасаймын. Ютубтан қараймын әртүрлілерін. Және солармен айналысамын. Жалпы сүйікті спорт түрім ол деген жүзу. Бірақ мен өзім жүзіп білмеймін. Негізі бассейнге барып үйренгім келіп жүр. Алдағы уақытта бассейнге барып үйреніп қалуым мүмкін. Және де көбінесе немен айналысам? Көбінесе сол жаңағы инстаграмдағы стористе видеоларды монтаждап салып отырамын. Және мен инстаграмға тіркеле кетіңіздер. Әртүрлі видеоларды, оперативті видеоларды көре аласыздар. Мысалы таңғы сторис деген сияқты әртүрлі видеолар болады. Және сол жақта менің нешеде екенімді біліп қалуларыңыз мүмкін. Сондықтан мен инстаграмға тіркеліңіздер. Қандай мамандықта оқығың келеді дейді. Мен дәрігер болғым келеді. Дәрігер. Мақсатым бар ма? Атап берші дейді. Әрине, мақсаттарым өте көп. Қазіргі мақсатым ағылшын тілін жақсы үйрену, жақсы меңгеріп шығу. Сол тілде еркін сөйлей алатындай деңгейге жету. Сол менің қазіргі мақсатым. Ал жалпы одан да бөлек мақсаттарым бар. Бірақ орда айтпай қойын. Орындалып жатса сіздерге міндетті түрде айтатын боламын, бөлісемін. 7-ші сұрақ, ата-анаң сыныптастарың осы каналды ашқанымды біле ме дейді. Әрине жоқ, ол ешкім білмейді. Тек қана сыныптастарым, достарымды, яғни. Және ата-анам инстаграмда бұрын блог жүргізгенімді біледі. Инстаграмда мен посттар салып, пайдалы ақпараттармен бөлісіп солай отыратын едім. Ал қазір тек қана сторис түсіремін. Сол жақта тек қана сториспен айналысамын да қазір. Ал оны достарым біледі, бірақ ата-анамды қазір мен инстаграмда блогқа қойып тастадым. Сондықтан да олар қазір ондай нәрсе білмейді. Ал канал туралы, осы ютуб канал туралы мүлдем білмейді ешкім. Өзімнен басқа, және сіздерден басқа. Және бір нәрсе айта кетсем, мен негізі осыдан 5-6 жыл бұрын ютубта блог жүргізген болатынмын. Осы каналда, ол кезде менің атым Айсем Куен, окей ма, сондай бір нәрсе болған. И еще мен ол жақта, мен осындай жастамын, мен осындай қалада тұрамын деп жазып қойғам ғой описанияға. Андай бір қызықты. Мен вообще ол туралы ұмытып кеткенмін да ғой. Бірнеше видеолар салдым, бірақ кейін олардың барлығын удалып тастадым. Себебі ол кезде көп қаралым болған жоқ. Және де мен бұны барлығын кімге түсіріп жатырмын, не үшін түсіріп жатырмын деп өзім ойландым. Ешкімге керек емес видео сияқты болып көрінді. И ол кезде ютубта ондай көп қазақша блогтарды ешкім қарамайтын еді негізінде. Солай. Сонымен бірнеше жыл өткеннен кейін сол каналымды осы ASMR видео түсіруге арналған каналға ауыстырып тастадым. Және менің еще ойым бар, тағы бір канал ашсам ба деген. Ол жақта блог түсіремін да, және пайдалы ақпараттармен бөлісемін деген сияқты. Қалай ойлайсыздар, жаңа канал ашайын ба? Және де 8-ші сұрақ, қай қалада тұрасың дейді. Мен Ақтау қаласында тұрамын. Ақтауда. Каспий
нәрселерден қорқамын. Әсіресе оларды өлтіруге, оларды өлтірейін десем жаман қорқамын. Мені жек қоятын сияқты көрінеді. Мерейлім, сізге көп рахмет сұрақ қойғаныңызға. Енді келесі, маған Әсел деген қыз сұрақ қойған екен. Әсел, саған сәлем жолдаймын, және сұрағыңа рахмет. Бірінші сұрақ, ұнататын түсің. Ұнататын түстерім негізі әртүрлі, әр кезде әртүрлі болып ауыса береді. Тек ауыспайтын нәрсе ол ақ түс. Әрқашан ақ түс менің сүйікті түсім болып қалады. Және соңғы уақытта маған бежевый дейді ғой, сондай түс ұнап жүр. Және андай бір қою жасыл түстер болады ғой, сондай түс ұнайды. Соңғы уақытта сондай түстер жақсы көріп жүрмін. Және нешінші сынып оқисың, немесе курс дейді. Оны өздеріңіз төменге жаза кетіңіздер, келесі видеода жауап беремін оған. Туылған күнің. Бұларды жалпы менің туылған күнім жазда, август айының, яғни тамыз айының 6-сында. Солай. Қай қаладансың? Мен оған жауап бердім, Ақтау қаласындамын. Сүйікті тамағың дейді. Сүйікті тамақ деген нәрсе ол жиі ауысатын нәрсе. Бірақ маған фаршпен жасалатын тағамдар қатты ұнайды. Мысалы, манта, котлет деген сияқты да фаршпен жасалатын, фарш қосылып пісіретін пирогтар, самса. Соңғы уақытта андай кәдімгі өзбекский палау дейді ғой, күріш, сондай нәрсені қатты ұнатып жүрмін. Андай дәмі күшті болып піссе. Ұнататын өлең дейді. Негізі мен ұнататын өлеңі деп мынандай өлең деп айта алмаймын. Мен ұнататын топ деп айтайыншы. Мен ұнататын топ ол 91 тобы да, солардың өлеңдерін жиі тыңдаймын. Ал 91 тобына дейін менде ешқандай сүйікті әнші, сүйікті топ деген нәрсе болмаған. Осы 91 келгелі менде музыкаға деген жаңағындай бір не ашылды да, кішкене шабыт деп осындай ашылды. 91 тобындағы ең жиі айтатын өлеңім ол, всегда айтып жүретін өлеңім ол айыптама деген өлең. Соны кез келген жерде айта беремін. Одан кейін жиі тыңдайтын өлеңдеріме ол ойнама қо, көйлек, боймен деген сияқты өлеңдерін жиі тыңдаймын. И соңғы осы табу деген өлеңін шыққан кезде бар ғой, кәдімгідей 3-4 күн қатарынан қайта соны тыңдай бердім. Қай елге барғым келеді дейді. Қай елге барғым келеді? Мен жалпы саяхаттағанды өте қатты жақсы көремін. Сондықтан да әлемнің барлық елдеріне барып көргім келеді. Әсіресе Кореяға барып көргім келеді. Ол жақтың жаңағы шынымен де дорамадағыдай қалалары тап-таза ма, сондай әдемі ма қаласы деп соларды көргім келеді. И еще Америкаға барғым келеді. Турцияға хочу. Да, Италияға барғым келеді. И еще Парижге барып көргім келеді. Ең деген нелерім, барып көргім келеді деген жерлерім. Және сүйікті саның дейді. Менің сүйікті саным 1 және 7. Жалпы маған тақсаңдар ұнайды. 1, 3, 5, 7, 9 деген сияқты. Телефон маркаң. Мен телефон маркам iPhone X. Сүйікті YouTube блогерім дейді. Ол мен өзім. Себебі менде әлі ондай сүйіп қарайтын блогерлер жоқ. Вообще Қазақстанда ондай блогерлер аз сияқты. Басқа сұрақтар жоқ сияқты.